Ассалаумағалейкум, қадірлі көрсетуіміздің ықыласпентлері, ертеңгі келешек иелері болған жастар. 3-ші Ренессанс көрсетуінің нәубеттегі санын баслаймыз. Бүгінгі жастар мемлекетіміздің тикарғы таяншылары һәм айдын келешегіміздің құрушылары. Солай екен, ғаресіз елдің науқыран әулетлері болған жастар білімлі, зейінлі, ілімлі, талантлы, қабілетлі. Бір сөзбенен айтқанда, жүда күшлі заман менен тең қадем таслай алатығын алғыр инсанлар болуы керек. Демек, жастар тұрмысынан сөз етуші 3-ші Ренессанс көрсетуінің бүгінгі санында да жастарға беріліп атырған имканиятлар һәм ұсындай берілген мүмкіншіліктерден пайдаланып, жетіскенліктерге ерісіп атырған білімлі, қабілетлі, зерек жастары менен таныстырып баруды давам етеміз. Бүгінгі күнде орынларда жасыл майданларды көбейту, экологиялық жағдайларды жақсылау мақсатында елімізде жасыл макан улума милли жойбары шеңберінде бір қатар ұнамлы істер әмелге асырмақта. Қош экологияны жақсылау бізді қоршаған жасыл табиғатымыздың көлемін елде кеңейту бағдарында әмелге асырылып атырған істерге жастар қай дәрежеде өз үлестерін қоспақта. Бұл сұрауымызға жауапты қазіргі сюжетімізде аламыз. Әмемізге белгілі, соңғы жыллары елімізде жасыл табиғатымызды қорғау һәм кеңейту істері мемлекет саясаты дәрежесіне көтерілді. Жұртбасшымыздың басылмасы менен жасыл макан улума милли жойбары шеңберінде көптеген жұмыслар әмелге асырылды һәм асырылмақта. Бұл жойбарға Науайы мемлекеттік кәншілік һәм технологиялар университеті жанындағы Нөкіс кәншілік институты жастары да белсене қатынаспақта. Көріп куәсі болып отырғаныңыздай, аймақларды абаданластыру һәм көкемзарластыру, қоршаған орталықтың экологиясын тереклер егу арқылы жақсылауға үлес қосу мақсатында жастарымыз өзлеріне бекітілген жер майданына терек нәллерін екпекте. Жасыл макан акциясы да біздің институтымызда өткізіліп атырыпты. Бұл жасыл макан акциясына институтымыздың талаба жастары менен біргелікте профессор оқытушылар да белсене қатынасып, өз үлестерін қоспақта. Сонымен біргелікте бұл акцияның мемлекетіміз көлемінде, бүткіл республика көлемінде алып барып атырғанның тикарғы себебі біздің қоршаған орталығымызды жақсылау, инсан саламатлығына белгілі дәрежеде тәсірін тигізу есептелінеді. Міне бүгін біздің студентлеріміз бұл акция жойбарына өздерінің қалеулері менен, өздерінің алдыға қойған ұсыныстары менен біргелікте қатынасып, көкемзарластыру лажларына белсенде жұмысларын алып бармақта. Неке өзіңіз көрдіңіз, қазір институтымыздың арқа тарапындегі ұстазлар деген бақ жаратқан студенттер тарапынан бұл ұстазлар бағына да бірнеше терек нәллерін, һәмде керек болса мейве нәллерін де талабаларымыз егіп, сонымен біргелікте атрапымызды көкемзарластыруға жүда жақсы үлестерін қоспақта. Және де институтымыздың алдыңғы тарапындегі жер майданларына гүл егу жұмысларында алып барып атырыпты. Және де өздерінің театрластырылған концерт бағдарламалары менен біргелікте де қатынасып, көтеріңкі рухта алып барылмақта. Президентіміз тарапынан жолға қойылған бұл лаждың халық саламатлығына, халықтағы экологиялық, яғни қоршаған орталықтың сұлулануына, және де біздің атрапымызда кислород мұғдарының жақсы бөлініп шығуына жүда жоғары тәсірін тигізеді. Бұл жойбарға жастарды қатынастырудағы мақсатымыз бірінші тикарынан өзіміздің қоршаған орталықтың сұлулығын сақлау, қоршаған орталықтағы экологиялық табиғатымызды жақсы тәріпке рауажландыру. Сонымен біргелікте бұның да оғада жоғары тарбиялық ахметі бар. Тарбиялық ахметі мінеки біз табиғатты сүйсек, табиғат бізді сүйеді. Бізге табиғатқа біз қанша жақсы ітібар қаратсақ, біз қанша сол терек нәллеріміздің өсуіне, рауажлануына ітібар берсек, ол да біздерге өзінің дақылын жақсы беріп, кислород мұғдарының бөлініп шығуына да өзінің жақсы үлестерін қосады. Неке қаншама жасыл ліпасқа бөленіп тұрса, біздің атрапымыз бірінші кезекте сұлулығынан тысқары біздің халқымыздың, қоршаған табиғатымыздың денсаулық, инсан халық саламатлығына да жүда жоғары тәсірі болады. Бұның тикарында мысалы жасыл ліпасқа бөленген жасыл тереклеріміз, жасыл атрапларымыз жоғары болса, шаң тозаңлардың көтерілуі. Неке азыр сонымен біргелікте арал атрапына да сексеуілер егіліп, біздің экологиямызды жақсылау мақсатында 2017 жылдан басылапқы көптеген жұмыслар алып барылмақта. Бұл да сол жұмыслардың тикарғы давамшысы деп есептесем қателеспеймін. Сонымен біргелікте бүгінгі күнде біз мақтаныш ететұғындай жастарымыздың қазіргі іс-әрекетлерінен көріп тұрппыз. Бұның өзі де бір үлкен тәрбиялық жетіскенлік деп есептеймін. Бір талабаларымыз гүл әкеліп ексе, бір талабаларымыз нәллерді әкеліп егіп, қатынасып, көтеріңкі рухта
алып барып жатырыпты. Бұлардың барлығы тикарынан тәлім тәрбияның бұл институтта туры жолға қойылғанлығының дерегі есептелінеді. Міне бұл біз көклем зарластыру жұмысқа Нөкіс Канчылық институты экология топарада өз белсенділігімізбен қатынасып жатырмыз. Бұнда біздерде har түрлі декоратив өсімдіктерді егу, har түрлі гүлдерді егу, институтымыздың шырайына шырай қосу үшін har түрлі гүлдерді егу, hamda har түрлі мейвелерді де егіп жатырмыз. Экология бұл табиғат. Табиғат болса бізді қоршап тұрған орталық, яғни үйіміз болып есептелінеді. Дүния жүзінде тикарғы машқалалардың бірі болған бұл атмосфера хауасының патаслануы. Атмосфера бұл неден патасланады? Атмосфера хауасы тикарынан завод һәм фирмалардан шығып атырған захарлы газлер, һәм автомобильдерден шығып атырған захарлы газлер тикарында патасланады. Нөкіс қаласында да көклем зарластыру жұмыслары алып барылмақта. Бұл көклем зарластыру жұмысларын өз көзімізбенен көргенімізде, біздерде осы жойбарда белсенді қатысқымыз келіп, Hiç болмаса институтымыз атрапында да осы көклем зарластыру жұмысларын алып баруда белсенді қатынаспақтамыз. Біздің тикарғы мақсатымыз бұл институтымыз атрапын жасыл майданға айландыру. Бүгін табиғатымызды қорғау мақсатында әмелге асырылып отырған бұл іләжлар келешекте өзінің үнемі нәтижесін берері анық.